Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен өте жеңіл, өте жылдам дайындалатын және ешқандай Korean House рамендарынан кем түспейтін сіздерге үй жағдайында рамен дайындауды көрсететін боламын. Олай болса, кеттік. Сумыз қайнады. Енді мен обычно осы раменді пайдаланамын. Халал, потому что барлығын бірден салып жіберемін. Енді астын жай қойып, ақырындап қайнатамын. Мен мынандай сыр алдым, плавленый сыр, ал сіздер пластовый кәдімгі төрт плавленый сырды пайдалансаңыздар да болады. Бірінші тұзын көреміз. Тұзы сәл аздау болуы мүмкін, себебі мынандай ыдыста қайнатып жатқаннан кейін суын сәл көптеу қостым. Кішкене тұз қосып жібереміз. Сырымыз ерігенше жақсылап араластыратын боламыз. Бір жұмыртқаны жарамыз. Басқа ыдысқа жарып алып, араластыратын боламыз. Болғанда тұз себеміз кішкене. Мына сырдың негізі сары түрі болады. Сондай түрін пайдаланған күштірек болады екен. Ақшылдау болып қалды цветі. Но вкус очень вкусный. Енді вилкамен араластырып тұрамыз и мынау жұмыртқамызды саламыз.
мінекей өте дәмді рамен ас болсын.